Қызылша және одан қорғану шаралары. Қызылша жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлескенде адамнан адамға ауа тамшылары арқылы берілетін жіті вирустық жұқпалы ауру. Тіпті қызылшамен ауыратын адаммен қысқа мерзімді байланыста болса да, вакциналанбаған адамдардың барлығы қызылшаны жұқтырады. Қызылшаның негізгі белгілері дене температурасының көтерілуі, бастың ауруы, әлсіздік және бөртпе. Қызылша ауруы бастапқы кезеңде кәдімгі суық тиюдің белгілері ретінде жасырынуы мүмкін. Сондықтан дәрігерге уақытылы көрініп, жіті респираторлық ауру белгілері бар балаларды мектепке дейінгі балалар ұйымдары мен мектептерге жібермеу керек. Қызылша вирусы ағзаға тыныс алу жолдары арқылы кіреді және онда көбейіп қанға енеді. Қанмен вирус әртүрлі органдарға таралып, бадамша бездерге, бауырға, өкпеге, сүйек кемігіне әсер етеді. Сонымен қызылша көмейдің тарылуы, мидың және ми қабығының, сондай-ақ өкпенің қабынуы сияқты асқынулармен қауіпті. Балалардың аурушаңдығы негізінен вакцинациядан бас тарту себебінен, сондай-ақ вакцинацияға медициналық қарсы көрсетілімдері бар және егу жасына жетпеу салдарынан екпе алмаған тұлғалар арасында тіркеледі. Қызылшадан жалғыз және тиімді қорғанудың жолы вакцинация. Ата-аналарға баласының қызылшаға қарсы егу мәртебесін тексеруді, вакцинациядан өтпеген жағдайда тұрғылықты жері бойынша емханаларда қызылшаға қарсы профилактикалық екпені қабылдауды, егер балалар әртүрлі себептермен вакциналанбаған болса, олардың әртүрлі мәдени бұқаралық іс-шараларға қатысуын, сауда ойын-сауық орталықтарындағы ойын алаңдарына және тағы басқа жерлерге баруын шектеуді ұсынамыз. Егер қызылшаға күдікті аурудың белгілері пайда болса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Өзіңізге және жақындарыңызға